Шабыттану сериалы. Клегей мен сұлы сақиналары. Кімде-кім Аллаға және қиямет күніне иман келтірсе, туыстық қарым-қатынасын үзбесін деген хадисті оқығаннан кейін, мен Пенсильванияда тұратын апама кіріп шығуды шештім. Хадисті оқып, мен ұялып қалдым. Себебі апаммен кездеспегелі 1 жылдан асты. Сол кезде ол қызы Фатиманың қасында болуды сұрап еді. Апам бірнеше күн Фатиманы бағып отыруды сұрады. Себебі жақын арада екінші қыздың босанғалы жатырды. Ашығын айтқанда, мен кішкентай қызды қалай бағу керектігін білмедім. Ол түгел өзімді де бағатын адам керек. Бірақ апамның тауын қайтара алмадым. 1 жыл бұрын. Жездем оны алып білген кезде Фатима менің есімімді де білмеді. Ал мен оны қалай бағатынымды елестете алмадым. Онымен қалай тіл табысарымды да білмедім. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам балалармен қалай қарым-қатынаста болғаны жөнінде ойлана бастадым. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам барлығын жақсы көрді, бірақ әсіресе балаларды қатты жақсы көрді. Ол әрдайым олармен ойнап, қалжыңдасып, құшақтап, олар ауырып қалса хал жағдайын сұрап, мұңайған кезде көңілдерін көтеретін еді. Ал арабша түсінбейтін балалармен өз ана тілінде сөйлесуге тырысып, оларды да соншалықты жақсы көретінін білдірді. Тіпті кішкентай қыз пайғамбарымыздың қолынан ұстап бүкіл Мединаны қалағанша аралап шығушы еді. Кейде ол намаз оқып жатқан сәтте Хасан мен Хусейн секіріп арқасына мініп алған кезде олар түспейінше күтуші еді. Сосын оларды тізесіне отырғызатын еді. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен намазда тұрған кезде ұзақ оқығанды ұнатамын. Бірақ мен сәбидің жылағанын естісем, анасына ыңғайсыз болмау үшін қысқартып оқимын деп айтты. Өзіміз де кезінде бала болғанымызды естен шығарып, біз көбінесе оларға шыдамсыздық танытамыз. Тіпті кейде баланың тірлігін жасаймыз. Бірақ уақыт өте келе олар да біз сияқты болады. Сол кезде біз оларға мейірімділік танытқандай, бізге де мейірімді болады деп үміттенемін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам балалармен ойынша ойнаған кезде олардың немен әуестенетінін сұрайтын болған. Бірде ол бір баланың ойынша жөнінде былай деп сұраған: «Я Умейр, сенің құсыңның жағдайы қалай?» Осы біз балаларға мейірім таныту ең жеңіл сүннет және Алланың сүйіспеншілігіне бөленудің ең оңай жолы екенін естен шығарып қоятын сияқтымыз. Біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдарға мейірімді бола білмеген кісіге Аллах тағала да мейірімділік танытпайды деген екен. Жаңашырлық біздің болмысымыздың бір бөлігі, оның үстіне дініміздің ажырамас бөлігі. Егер біз мейірімділік сезімін танытпасақ, оны біз мәңгілікке жоғалтуымыз мүмкін. Елестетіп көріңізші, әлем қаншалықты өзгерер еді егер біз бәріміз жанұямызға көбірек сүйіспеншілік пен жақсылық танытсақ. Сүйіспеншілік тек сөзбен ғана білдірілмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соншалық оған артылған жауапкершілікке қарамастан кейбір болмашы нәрселерге де көңіл бөлген. Мысалы, кесенің ішкен жағымен ішу, олармен балалар ойынымен ойнау, тіпті жарыса жүгіру. Балаларға сүйіспеншілік пен қамқорлық көрсету үшін оған ешқандай жұмыста шаруада кедергі болмады. Я Фатима, сен қаншалықты сағынғанымды білсең ғой. Сен сондай кішкентай бола тұра маған көп нәрсе үйреттің. Сен маған ұлы ұстазымыздың үлгісімен жүруді және қалай жанұяма сүйіспеншілік пен қамқорлық танытуды үйреттің. Я Алланың елшісі, бұны сіз қалай жасағаныңызды мен білмеймін. Сіз қалайша үмметіңізге қамқор бола тұра жанұяңызға немқұрайлық танытпадыңыз.
Сіздің отағалық және әкелік ұлылығыңызды тек сіздің көшбасшы ретіндегі ұлылығыңызбен салыстыруға болады.